Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Мені Алла бұйыртып, Рамазан айы да келіп жетті. Рамазан айында бұрында сахабаларымыз Рамазан айын аман есен шығарып тастағаннан кейін келесі Рамазанды сондай айлар бойы күткен екен. Өйткені бұл айдың әр күні де, әр минуты да сондай қадірлі. Бұл айдың кез келген сәтін біз жіберіп алмауымыз керек. Сондықтан да жалпы ғалымдар болсын, басқа мықты тақуа адамдар болсын, осы айда арнайы Рамазан жоспарын істеуге кеңес береді. Өйткені жоспарлап істеген кезде камерам қисайып кетті ғой. Өйткені жоспарлап істеген кезде біз уақытымызды үнемдейміз және басқа да көптеген нәрселерге үлгереміз. Сол себепті де Рамазан айына арнайы жоспар құрыңыздар. Ал мен сіздерге жалпы жоспардың қалай құруға болатыны жөнінде айтып беремін бүгін. Рамазан ол Құран айы. Бұл айда Құран түсе бастаған. Сондықтан да мүмкіндігінше Рамазан айында көбірек Құран оқу керек. Өйткені басқа уақытта Құранның сауабы Рамазан айында ол сауап еселене түседі. Осы айда мүмкіндігінше хатым етуге тырысу керек Құранды. Сол себепті тіпті ғұламалар бірнеше рет хатым ететін болған осы айда. Бірақ біз енді өз мүмкіндігімізге, шамамызға қарай тіпті бір рет хатым етсек те оның өзі керемет нәрсе. Сол себепті мүмкіндігінше бір күнде бір пара Құраннан оқып отырған дұрыс. Сонда 30 күнде 30 параны Алла қаласа бітіреміз. Енді бұған байланысты мен кәдімгідей жоспар құрдым. Сол жоспарды егер қаласаңыздар менің мына Instagram каналыма және немесе Telegram каналыма жазылыңыздар. Мына көрсетілген сол жаққа мен міндетті түрде ол жоспарды жіберетін боламын. Өздеріңіз жүктеп аласыздар да, мүмкін үйге іліп қойып, сол жоспармен Құранды оқып шықсаңыздар болады. Екіншіден, осы айда мүмкіндігінше бір сүре болса да, бір аят болса да жаттауға тырысу керек. Енді менің де өзімнің бір жоспарлап қойған, осы аятты жаттасам деп тізімдеп қойған бір сүрем бар. Алла қаласа сол сүрені жаттамақшымын. Сондықтан сіздер де қандай сүре білмейсіздер, сол сүрені жаттауға тырысыңыздар және міндетті түрде осы Рамазан айына сол сүрені кірістіріп қойыңыздар. Сонда сіздер оны жаттап шығасыздар. Алла қаласа Рамазан айы біткен кезде өздеріңізде бір сүре және Құран хатым етілген болып шығады. Үшіншіден, егер сіздер Құранды тәжвидпен оқуды білмейтін болсаңыздар, онда дәл осы айда үйренудің сәті түсті деген сөз. Онда барлық жұмыстың бәрін істіріп қойыңыздар да, осы айда Құранды тәжвидпен оқуды үйреніп алыңыз. Сонда егер Құранға түссеңіз, онда Құранның бір әрпін оқығанның өзіне қаншама сауап, сансыз сауапқа ие болады адам. Сосын өздеріңіз де жақсы білесіздер, ораза басталысымен тарауих намазы басталады. Мүмкін болса, мүмкіндігінше, шамаларыңыздың келгенінше тарауих намазында жіберіп алмауға тырысыңыздар. Әсіресе енді ер адамдарға қауымына енді кішкене оңайырақ, олар мешітке тікелей бара берсе болады. Ал әйелдер қауымы енді мүмкіндігі болса мешітке, әрине мүмкіндігі болмаған жағдайда үйде оқығаны жөн. Бесіншіден, енді шыны керек өмір болғаннан кейін біздің қаза да намаздарымыз да бар, арасында қаза да етіп аламыз намазды. Міне сондай кездері қаза намаздарыңыздың орнын толтырыңыздар. Сәл уақытымыз болса, мүмкіндікше қосымша намаз оқып, қаза намаздарымыздың орнын өтеуге болады. Егер жоспарларыңыздың бір бөлігіне бұны да кіргізіп қойсаңыздар, артық болмайды. Одан кейінгі тағы да бір айтатын нәрсе, алтыншы, қателеспесем, алтыншы ол тахаджуд намазы. Тахаджуд намазын да осы Рамазаннан бастап әдетке айналдырып, кейін ораза біткеннен кейін де мүмкіндігінше әдетке айналдырсақ өте жақсы. Өйткені бұл пайғамбарымыз түнде оқыған, оған парыз болған намаз. Тахаджуд намазына тұрып дұға еткен, тілек тілеген адамның тілегі сөзсіз қабыл болады, Алла қаласа. Сондықтан әр мұсылман тахаджуд намазын өзіне бір серік етсе, әдетке айналдырса, оны қалдырмаса, ол өте керемет енді сауаптардың бірі. Сондықтан бұл Рамазан айында тахаджуд намазында қалдырмауға тырысыңыздар. Кейін пайғамбарымыз салауат айту. Күніне 100 салауат айтсақ артықтық етпейді. Өйткені өздеріңіз жақсы білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху кім көп салауат айтса, сол адамға пайғамбарымыз саллаллаху шапағатшы болады.
одан кейінгі кезекте истихфар айту. Истихфар ол Алладан күніне кешірім сұрау. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху өзі де айтады ғой, мен күніне Алладан 70 мәртеден артық кешірім сұраймын деген. Сондықтан біз енді пайғамбар емеспіз, ондай дәрежемізде жоқ, бірақ күніне біз 700 мәрте кешірім сұрасақ та бізге ол артықтық етпейді. 9-шы, ол көптен бері хабарласпай кеткен туыстарыңызға немесе достарыңызға күніне біреуіне хабарлассаңыздар, осы 30 күн оразада сіз 30 адамды қуантқан болады екенсіздер. Айлық табысымыздың 10%-ын садақа етуде осы айда жүзеге асса және осы айдан кейін де әдетке алса, одан кейін мүмкін болса осы жылы алғаш күннің ыстығына қарамай, мынандай ауа райына қарамай ораза ұстаған адамға сыйлық жасасақ та бір сауапты істердің бірі болмақ. Және де біз енді басқа уақытта басқа кітаптарды оқи жатамыз ғой, бірақ мүмкіндігінше Рамазан айында діни кітап оқығанымыз жақсы. Рамазан ол дұғалардың қабыл болатын айы, сол себепті бүкіл дұға тілектерімізді, жан дүниеміздегі барлық сондай бір өзіміз қатты армандап жүрген нәрселерді қағазға тізіп алып, соны күнделікті Рамазан айы бойы Алладан шын ниетпен, шын тілекпен, шын жүрекпен дұға етсек, ол да иншалла қабыл болмақ. Міне, жалпы менің ойыма келген тізімдерлігі осындай бір жоспардың Алла қаласа құрып шығамын. Егер сіздерге бұл жоспарым қызық болса, онда міндетті түрде менің Инстаграм каналыма, Телеграм каналыма жазылыңыздар. Содан кейін ол жаққа сол тізімді жіберемін. Жалпы осы, егер сіздерде қандай да бір басқа да бір тізімдеріңіз болса, немесе басқа да бір сауапты істер білсеңіздер, міндетті түрде осы видеоның астына комментарийда қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Әсіресе Рамазан айында Алла қаласа мен сіздермен мүмкіндігімше өзім білген нәрселермен немесе оқыған кітаптармен болсын, басқа да бір пайдалы дүниелермен көбірек бөлісемін деп ойлаймын. Алла қаласа келесі кездескенше аман сау болыңыздар.